Мына бір ойыншықты барлықтарыңыз танып алған шығарсыздар. Зумерлер арасында жаңа бір тренд пайда болды. Бұл Labubu ойыншықтары. Қазірде бұл ойыншықтар әлеуметтік желілерде TikTok, Reels, YouTube секілді платформаларда қатты танымал болып жатыр. Мына бір ұсқынсыз жұмсақ ойыншық үшін бе, әлде трендтен қалып кетпес үшін бе, әйтеуір адамдар ақшаларының бәрін осыны алу үшін жұмсап жатыр. Ал кішкентай балалар әлеуметтік желілердегі видеоларды көріп, ата-аналарын осы ойыншықты алып беруін жалбарынып сұрап жатыр. Это моя мечта. Я хочу вот этого. Сонымен бүгін осы Labubu трендін қарастырайық. Қарапайым жұмсақ ойыншық, бірақ неге ол қымбат? Неге кейбіреулер оған қарсы? Және жалпы бұның мағынасы қандай? Бұл Labubu атауы қайдан шықты? Қалай тренд болып кетті? Алдыңғы бейнероликтегі итальяндық мем жануарлары сияқты бұл кейіпкерлер де балалар үшін қауіпті тренд пе? Ендеше достар, бұл сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Бейнероликті соңына дейін қарап, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Мен де көпшілік сияқты бұл Labubu туралы ең бірінші рет TikTok ұсыныстарынан білдім. Таңғаларлығы бұл ойыншықтардың артында өзіндік тарихы бар. Бұл жай ғана әзіл үшін жасалған кездейсоқ нәрсе емес. Labubu гонконгтық Pop Mart бренді шығарған The Monsters атты ойыншықтар топтамасының кейіпкері. Бұл ойыншықтарды тайвандық суретші жасаған. Labubu арт ойыншықтарды жинаушылар мен инфлюенсерлер арасында танымал болып кетті. Бұл бірінші рет болып жатқан жағдай емес. Бұған дейін де осындай ойыншықтар халық арасында танымал болған. Мысалы, Break Brick деген ойыншық та адам бейнесіндегі аю бейнесі өз уақытысында танымал болған. Break Brick'тің әр түрінің өз дизайны, түсі, бейнесі болады. Ол уақытымен көше сәнінің символына айналды және дизайнерлер мен коллекция жинаушылар арасында өте танымал болды. Бұндай трендті әдетте өзін көрсеткісі келетін адамдар алға тартады. Ал кей кезде бұл жай ғана жарнамалық науқан болуы да мүмкін. Labubu да дәл осылай танымал болып кетті. Адамдар өз кумирлеріне еліктегісі келеді. Риана секілді танымал адамдар бұл ойыншықпен түскен суретін жарияласа, оның жанкүйерлері бірден сатып алуға ұмтылады. Олар үшін бұл ойыншықтың мағынасы, құны, авторының идеясы маңызды емес. Бастысы атақтылар қолданса, оны өзі де алуы керек. Жалпы Labubu бейнесі үлкен құлағы, өткір тісі және айқын көзі бар ертегі кейіпкерлеріне ұқсайтын мақұлық. Біреулерге ол күлкілі және сүйкімді көрінсе, басқаларға қорқынышты болып көрінеді. Labubu The Monsters деген фантастикалық әлемнің бір бөлігі. Бұл әлемде басқа да түрлі мақұлықтар бар. Бірақ Labubu олардың ең танымалы. Бұл әлемнің ерекшелігі барлық кейіпкерлер қорқынышты әрі сүйкімді. Азияда бұл ойыншықтар бұрыннан бері танымал. The Monsters бұл ертегі, кейде қорқынышты қараңғы әлем. Әртүрлі кейіпкерлерге толы. Олардың әрқайсының өзінің мінезі, стилі, көңіл күйі бар. Labubu'дың бұл әлемде тағына бірнеше достары бар. Мысалы Спикиву, қараңғы елеске ұқсайтын монстр, кабишоны бар және жалғызсырап жүретін кейіпте. Димомо, дөңгелек жүзді ақ түсті кейіпкер, жұмсақтық пен тыныштықты бейнелейді. Тукоко, мүйізі бар, ашулы, немесе жай ғана қатал көрінетін кейіпкер. Муки мен Маки, бетперде таққан аюға ұқсайтын мақұлық. Ол түр әлпетін өзгерте алады. Labubu'дың танымал болуына тек оның ерекше дизайны ғана емес, тағы бір себеп бар. Бұл Blind Box, яғни соқыр қорап форматындағы ойыншық. Бұл дегеніміз ойыншықтар жабық қорапта сатылады және сатып алушы алдын ала қай кейіпкерді алатынын білмейді. Ресейдегі маркетплейстерден жалған тауар алу қаупі өте жоғары. Мысалы, кез келген интернет магазинде Labubu ойыншықтары өте көп, бірақ бағасы түп нұсқамен бірдей. Ал шын мәнінде олардың түріне қарап-ақ жалған екенін түсінуге болады. Bir көзі екіншісінен биік, күлкісі қисық, жалпы сырт келбеті түп нұсқадан алыс. Ал ресми Pop Mart сайтында бұл ойыншықтардың бағасы онша қымбат емес. Ең қарапайым коллекциялар үшін әрине 100 немесе $300 тұратындар да бар. Бірақ кім 20-30 мыңға бір түрлі жұмсақ ойыншық алуға дайын? Егер дизайнерлік зат
сурет алғың келсе, ол сырт келбетіне сай ерекше болуы керек. Ал бұл ойыншық 2 жастағы бала үшін брелок сияқты. Дегенмен көп адамдар үшін ең маңыздысы ойыншықтың сәнде, трендте болуы. Қаптамасы мен жасалуы сапалы көрінеді. Зумерлер бұл ойыншықтар үшін сағаттап кезекте тұрады. Жалпы ақпараттар бойынша Лабубу ешқандай да ертегінің кейіпкері емес, немесе балаларды қорқытатын жаман персонаж емес. Жай бір суретшінің туындысы. Қызығушылық тудыру үшін қорқынышты әрі күлкілі етіп жасалынған ойыншық. Ары қарай маркетинг, яғни жақсы жарнама арқылы бұл ойыншық өте танымал болып кетті. Әдетте сұраныс көп болған сайын оның бағасы да арта түседі. Солайша бұл ойыншық қазірде трендте болғаны үшін қымбат әрі танымал. Бір жағынан сүйкімді, екінші жағынан қорқынышты. Біреулер оны стильді өнер туындысы деп санайды. Менің ойымша, бұл кішкентай балаға немесе инфостильді ересек адамға арналған бір түрлі ойыншық. Дегенмен брендтің өзі ойыншықтардың сапасы, қаптамасы, маркетинг барлығы жақсы ойластырылған. Оның үстінде интернеттегі жарнама, TikToktағы видеолар, қай ойыншық түсетіні белгісіз деген қызығушылық, осылардың барлығы қазірде хайпқа айналуда. Меніңше тағы 2-3 аптада бәрі бұл Лабубуды ұмытады. Яғни қаншалықты тез танымал болса, соншалықты жылдам жоғалады. Сіздің балаларыңыздың немесе бауырларыңыздың бұл ойыншыққа деген қызығушылығы қалай? Олар қорқады ма, әлде күлкілі көреді ме? Астына пікірге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Осымен бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Егер бұл видео сізге ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.